Пеште дайындалатын ағзаға пайдалы котлет дайындаймыз. Тойымды кешкі ас әрі өте дәмді. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде дайындаңыздар. Ең алдымен тартылған етіміз бөлек ыдысымызға салып, содан соң соның үстіне туралған пиязымызды қосамыз. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Нан үгіндісін қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, қызыл бұрыш, кілегей қосып жақсылап араластырамыз. Дайын болған етімізді енді қолымызбен дөңгелек шар тәріздес етіп жасаймыз. Содан соң табамызға қоямыз. Енді әр шарды шет-шетінен осылай видеода көрсетілген етіп жасаймыз. Қазір біз оған салмасын салатын боламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ең алдымен ірімшігімізді үккіштен өткізіп аламыз. Содан соң үстіне қаймағымызды саламыз. Дәміне қарай тұз сеуіп, барлығын араластырамыз. Енді жаңағы тартылған етіміздің үстіне барлығын 2 қасықтан салып шығамыз. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минуттай пісіреміз. 20 минут пісіп шыққан котлеттерімізді алып, ортасынан осылай бір жұмыртқа сиятындай етіп, орын жасаймыз. Содан соң әрқайсынан бір жұмыртқадан салып шығамыз. Енді тағы да духовкаға біз 5-7 минуттай пісіріп шығамыз. Неке біздің котлеттеріміз дайын болды. Мен 7 минуттай пісірдім. Егер де сіздер ішіндегі жұмыртқаның сарысы ағып тұрғанын қаласаңыздар, 5 минутта жеткілікті болады. Неке өте дәмді секілді. Осылай бере берсеңіздер болады, өте әдемі. Сондықтан міндетті түрде дайындаңыздар. Сіздермен болған мерет. Астарыңыз дәмді болсын.